Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі той боласын, сіздерге жұғысты болсын, немере шөбере сүйіңіздер, бақыттарыңыз баянды болсын. Анамыздың ақ тілегі қабыл болсын, ауылда жатып, жан шүберекке күйіп, бізге тілегін батасын беріп жатқан аяулы анамыздың ақ тілегі қабыл болсын. Бүкіл ағайын туысқандарымыздың тілегі қабыл болсын. Бұл жерде ешкім бөтен емес, бір-бірін сынайтын адамдар емес, мына жерге сыймай қалдық дейтін адамдар емес, маған бұрын, маған кейін тілек бер дейтін адамдар емес, тоғының ішкі бауындай ең жақын араласатын құда-құдағилар, жақын жұрағаттар, біздің жеңгелеріміз, әпкелеріміз, Динараның туған подружкалары, былайша айтқанда. Мен айтып жатырмын, мен өнерде жүрген менен көп екен ғой сіздің подружкалар іздеп жатырмын. Сөйтсем бұл кісі де кеше жұбатып қойды, сіздің арқаңыз ғой деп, Құдайға шүкір. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Үйде болып, басы-қасында болып. Алла әке анаңыздың арқасы содан соң. Жазирағада жұғысты болсын, Алла қаласа. Немере сүйсін, шөбере сүйсін. Бір үлкен неде, лайнерде адамдар демалып жатқан ғой, сөйтсе біреу айтыпты, еріккен біреуден $1,000,000 берем, ана жағаға дейін, мына крокодилдерден аман есен жүзіп өтсең, $1,000,000 берем депті да. Doğan toyumuzda, merikemizde başkadır arayın. Saltın, zerdelesek, bәрімізге қиын емес. Қазір ұлттық кітапханаға барсақ та, небір керемет тарихи кітаптар бар, құндылықтар бар. Қаншама ғалымдар бар, соның бәрі мұқият сұрап, зерделесек, бәріміз де білеміз. Бәріміздің әйтеуір қанымызда бар, ананың сүтімен, әкенің қанымен келген осы құндылықтарды күнге дейін салт дәстүрді жеткізіп жатырмыз. Қазір ырым бұйымнан қашқысы келмейді, ырым киімді мойындағысы келмейді, ол ескілік деп қарайды. Сол әует жаңағы есті ұрлап алып кеткеннен кейін басқа өмірге қоныс сол жерде балалы болып сәби сүйіп, біршама бала сүйіп, сол күндердің бір күн есті сый-сияпатымен алып кетер екен. Апамыз туыстарының әуетіне қайтадан алып келіп, сіздер арқылы өсіп өндік деп, яғни бала сүйе алмай жүрген жандар сол өсірген әуеттен есті ұрлап алып кетпек болады. Оған ешқандай сот жоқ. Бірақ өскен жаңағы сый-сияпатын ақша адрастан бар ма? Бар. Әкел. Мына жақтағы әдістерге бәріне берейік. Енді шықма деген дәстүр бар, егер шықма дейді. Оның ырымдап береді, оған дейін біз беске салу рәсімін қазір орындаймыз. Смоляват көзін сақтап, судың бағы шешін. Алланың сүйікті құлдарынан болсын. Оқышағы деген болады. Сықалы болсын деп е, оқышағы деген анасының, әкесінің, өзінің ұйқыбас қыз екен, сасық қыз екен, жаман қыз екен. Мына кішкентай балаға таңдалмаңыздаршы. Әдемі, қарамаңыздар, көз тиеді, сүттен ол нәрсе бар. Сол қызықпаңыздар, тек қана жаман дегенді қойсаңыздар. Бетін жағыңыз. Ой, жаман қыз, қайтай қыз. Бісміллә, енді күшті сақтайық. Апалар беске Ұйқысы тыныш болып, ойы түзу болып, әп-әдемі қыз болып өссін. Айналайын қолымнан, балапаным қолым, бәйтеректің түбінен есіп шыққан жыбыр.
Ауыл шаруашылығы демеге айтып жатыр.